жаңағы 4-10 ұпай алған жоғары орындарыңызға барыңыздар, шырғаға уақытта шақырамыз. Біздің батырларымыз. Жоғары шығамыз. Шырғаға ат келеді. Аттарыңызға қарай келіп, жуасақ, батсан. Ассалаумалейкум. Қалайсыңдар? Жақсыздар. Құдай деп тамашалап жатырмыз. Міне. Ассалаумағалейкум. Қалай бауырым? Денсаулық қалай? Міне, өзіміздің бауырымыз. Осындай жерден қалмау керек, иә? Әрине. Монғолиядан келген кісілер, иә? Иә, Монғолия. Ассалаумалейкумдар. Қай жақтан келдіңіздер? Монғолиядан. Қалай? Осындай берекелер, шаралар қолдаймыз бәріміз. Бүкіл қазақ елі қолдап отыр. Рахмет сіздерге, иә. Өстіп ат шаптырып келгендеріңізге үлкен рахмет сіздерге. Иә. Мына сияқты іс-шаралар көп болсын. Қазағымыз біріксін, иә. Өзіміздің құндылығымызды, өзіміздің тарихымызды осылай жан-жаққа көрсетіп дамыта берейік. Иә. Өзіңіз не айтасыз қазақ еліне? Жарайды, енді мына атадан қалған мирас қой. Өркендеп өсе берсін. Ұрпаққа үлгі болсын. Амин, айтқаныңыз келсін. Анау сұрақта алыстан іздеп жүр, тапқанымыз осы болды. Осы өскеннің несін. Найман. Жылан дейші. Неге жылан аға? Наймандар. Жылан сұры деген. Міне, мына кісілер суретке түсеміз дейді. Тұра ғой. Монғолиядан келген ағайындар. Давай становись. Еще ближе, не бойся его. Сізді енді таныдым ағай. Таныдың ба енді? Бауырым, мен сені танып тұрмын ғой. Не айтасың? Айта кетсін. Осы Шығыс Қазақстан облысы Ұлан ауданы Бозанбай ауылында 3-ші рет ұйымдастырылып жатқан салбурын мен осы үшеуінен де қалғам жоқ. Биылғы ерекше болып жатыр. Халық саны көп. Мен бұл жерде неге қуанып тұрмын? Бірінші, осыншама Шығыстың қазақтары, жалпы Шығыс Қазақстан облысының тұрғындары ұлттық дүниемізге осыншама келіп жатқандарыңызға көптен көп рахмет. Аман болыңыздар, бар болыңыздар. Жалпы қазақ еліміз аман болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Осы елім, жерім деп жүрген қоғам белсенді қазақ азаматтарымызды қолдап жүріңіздер. Амин, айтқан келсін бауырым. Айтқан келсін. Міне, осындай іс-шаралар көп болсын ағайын. Иә. Павлодарға сәлем, бүкіл Қазақстан еліне сәлем. Мына ағайындарды қараңыз, шалбарлар деген теріден тігілген.